Сабақты мемлекеттік көлік және коммуникациялар колледжінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің оқытушысы Дүйсенова Ақерке Болатжанқызы. Сабақтың тақырыбы Мұхтар Шахановтың компьютер басты жарты адамдар өлеңі. Сабақтың мақсаты шығармада көтерілген әлеуметтік қоғамдық мәселені талдау және кейіпкерлерді шынайы өмірмен салыстырып бағалау. Студенттер Мұхтар Шахановтың өмірі мен шығармашылығына байланысты сұрақтарға жауап бере отырып, білімдерін пысықтады және компьютер басты жарты адамдар өлеңімен танысты. Алғашқы тапсырма қар кесегі әдісі арқылы сұрақтарға жауап берді. Яғни студенттер бір-біріне қар кесегі әдісі арқылы сұрақтар лақтырып, алған сұрақтарға жауап берді. Келесі тапсырма студенттер тақырыпқа сай қазіргі замандағы компьютер басты жарты адамдар тақырыбына кластер құрды. Оқылым алды тапсырмасына студенттер Мұхтар Шахановтың компьютер басты жарты адамдар өлеңіне қойылған бейнебаянды көріп, өлең идеясын және әлеуметтік қоғамдық мәселені талдады. Келесі тапсырма оң және сол қанатың әдісі арқылы топтық жұмысты орындады. Бұл жерде компьютердің пайдасы мен зияны туралы екі қатардағы кестені толтырды. Келесі тапсырма студенттер веер әдісі арқылы сұрақтарға жауап берді. Қағазды веер пішінінде бүктеп, бірінші студент бір бөлігіне, екінші студент екінші бөлігіне қысқаша жауап жазып тапсырды. Келесі тапсырма студенттер сөздер тұжырымдамалы картасы әдісі арқылы тақырыпқа сай сөз таңдады және оның синонимдерін тауып, ол сөзге антоним құраса, келесі студент сол сөзге мысалы болатындай сөйлем құрады. Ал төртінші студент сол келтірілген мысалдарға өз ойымен тұжырымдама жасады. Оқылым кезі тапсырмасына жұбымды тап әдісі арқылы студенттер жұптасты. Берілген карточкадағы тапсырмалар арқылы жұптық жұмысты орындады. Басқа студенттер қол шапалақтау әдісі арқылы бағалады. Осыдан кейін кейбір білім алушыларға жеке көмек көрсетілді, яғни сабаққа белсене қатыспай отырған студенттерге өз ойын жеткізуге жетелейтін сұрақтар қойылып, сұрақтарға жауап алынды. Келесі тапсырма төрт көбікті Вен диаграммасы әдісі арқылы тақырыпқа сай сөздер мен сөз тіркестерін жазды және Вен диаграммасын құрастырып салыстырды. Бұл тапсырма 5 бармақ әдісі арқылы бағаланды. Осыдан кейін оқылым соңы тапсырмалар орындалды. Студенттерге Синклин әдісі арқылы орындалатын тапсырма берілген болатын. Студенттер бұл әдісі арқылы тақырыпқа сай 5 жолды өлең құрастырды. Сабақтың соңында студенттерден түрлі түсті стикерлер арқылы кері байланыс алынды. Ал үйге өлеңді түсініп оқып жаттауға берілді.